Сенде мына қолындағы күш ол табиғи күш десек бола ма? Жапон елі мен таңғалған мәдениет, тәрбие, уақытылы жүру. Егер мықты диетологтар болса, жұмыс жасап 61 килограмм салмақ дәрежесіне түсіп төбелесуге бұл мүмкіншілік бар. Мен айтайын, еш жерде айтпағам. Бірінші рет айтайын деп отырмын. Былай айтқанда, карьерамды толықтай 100% аяқтап кетуге жақын қалдым. Ақтөбеден енді айтатын болсам, ең қатты үйренген техникам сол кофе ішу деп айтуға болады. Бері қара бұл сап-сары подкаст, бәріне сәлем. Көрердің алдында міндетті түрде осы каналға жазылып кетіңіз. Бүгін бізде қонақта Райзин жауынгері Қаршыға Даутбек. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалай жағдай? Жақсы, Аллаға шүкір. Шақыруларыңызға рахмет. Бүгінгі подкаст қызықты өтеді деген ойдамын. Мен де сондай ойдамын. Қаршыға өткен жылы Жапонияда прям жақсы қылып шулаттың. Бірақ мен осындай бір жыл бұрын, осындай бізде Қазақстанда осындай бір нокаутер бар деп вообще білмедім, шын айтсам. Және де соңғы жекпе-жек сенде бір ауыр болды, бір жақсы кикбоксинг жауынгермен. Восстановление қалай болды? Біріншіден білмедім деп айтып жатырсың ғой. Енді соған келетін болсам, өз басым қатты медина спортшы емеспін деп айтуға болады. Себебі Шымкент қаласында өзімнің Тұран Орда спорт клубында жаттығып, біз жекпе-жекке шығатын кезде ғана анонстар болған кезде өзімнің Инстаграм парақшама салған. Қалған уақыттарда ешқандай активность көрсетпегендіктен ешқандай танымалдылығым жоқ деп ойлаймын Қазақстанда. Бірақ Аллахтың қалауымен біріншіден өзім еңбегім және осы жеңіске жетіп жатқанымның арқасында елде, бүкіл Қазақстанда, бүкіл Жапонияда танып жатыр. Аллаға шүкір деп айтам. Бәрі де ойдағыдай жаймен болып жатыр. Және де осы соңғы жекпе-жегіме келетін болсам, жекпе-жек кішкене ауырлау болды алдыңғы жекпе-жектерге қарағанда. Бірақ қатты урон алдым деп айта алмаймын. Сечка болды. Аяғым жарақаттанды, кішкене тепкеннен ісіп кетті. Бірақ ауыр нокауттар, нокдаундар алдым деп айта алмаймын. Өйткені соққылар әр жекпе-жекте болып жатады, бірақ ауыр соққылар болған жоқ. Оған да шүкір. Осылай ұпай санымен жеңіске жеткеніме де шүкір деймін. Өйткені біз жоспарда болған, егер стойкада тұрып төбелесіп барысында, егер қатты дистанция қысып мені солай қысып жатқан жағдайда мен күресем деген жоспарым болған. Сол жоспар бойынша 3 раунд жұмыс жасап шықтым деп айтуға болады. Таңғалдырды ма біреумен, бір нәрсемен, техникамен или ударлармен соңғы қарсылас? Соңғы қарсыласым қатты бір ерекше таңғалдырған ештеңесі болған жоқ. Давлениесі де бір қатты бір уайымдатып қорқытатындай давление болды деп айта алмаймын. Бірақ бір ерекше несі дистанция қатты тез қысады екен. Қашып шаршаған кездерім болды. Төбелес барысында сол кездерде қашып дистанцияны үзуге тырыстым. Сол кездерде өте жылдам келіп қала берді. Бірақ осы Жапониядағы жекпе-жектердің арасындағы ең қиыны деп айта алмаймын. Себебі жекпе-жек ойдағыдай болды деп айтсам да болады. Бірнеше нокауттан кейін сенен по-любому нокаут, бүкіл Қазақстан нокаут күткен, бірақ сен өзің былай нокаут настройымен шықтың ба сол бойға? Енді менің соңғы қателеспесем 7 жекпе-жегім бірінші раундта нокаутпен аяқталған. Сол себепті Қазақстанда да Жапонияда да барлығы күтті. Осы 8-ші немесе 9-ші жеңістің тағы да нокаут болады ма, болмайды ма деген бірінші раундта. Сондай сұрақ болды. Жапониядағы спорт анализ жасайтын комментаторлар, эксперттар барлығы ойлады. Сол бірінші раундта нокаут болады ма, жоқ па деген барлығына қызық болды. Осы бойды раскрутка жасаған кезде де соны пайдаланды деп айтсақ болады. Енді бірақ өзім бойға шығатын кезде әрбір жекпе-жегіме 20 шақты жекпе-жек өткіздім. Ешқашан бірінші раундта нокаутпен жеңем деген настроймен шыққан емеспін. Барлық жекпе-жектерге нокаутпен жеңсем де, басқа болса да 3 раунд 5 минуттан төбелесем деп шығам.
сол настроймен шығамын. Ал нокаут ол өзі уақыт сәті келсе, болып жатса, ешқандай не жоқ. Нокаут болып жатса таң қалмаймын, бірақ енді оған қатты настрой жасамаймын. Мысалы арнайы бір нокаут залда дайындалмайсың, арнайы бір нокаут жасаймын деп оған ешқандай дайындық жоқ. Бірақ 5 минуттан раунд төбелесіп шығамын деген настроймен барлық жекпе-жекке солай дайындаламын. Сенде мына қолындағы күш ол табиғи күш десек бола ма? Енді өзім нақты айта алмаймын. Менде күш көп деп қойлы, қолым спортшылар болады, қол ауыр деп айтамыз. Сол сияқты біреулерде табиғи күш болады, біреулер өсе келе күш жинайды деген сияқты. Мен өзімде қолымда күш көп деп айта алмаймын. Мен ондай спортшылардың қатарына жатпаймын. Менің қолымның мықтылығы ол тайминг пен точность деп айтуға болады. Өзім солай ойлаймын. Себебі қаншама спортшыларды танимын, достарым, бауырларым, тағы да басқа спортшылар бар. Қолдарының ауырлығы бірден сезіледі. Спарринг жасаған уақыттарда, басқа да уақыттарда бірден сезіледі, білініп тұрады. Қол ауыр, қазір тисе құлап қалатын. Менде ондай күш жоқ. Менде сол точность пен таймингтің арқасында Аллахтың қалауымен жеңіске жетіп жүрмін. Ал грэпплинг жағы қалайша? Қазір грэпплингті жиі жаттықтырасың ба? Мен Шымкент қаласында Тұран Орда спорт клубында жаттығам. Менің жаттықтырушым Мұрат Естанов деген ағайым. 10 жылдан бері сол ағайдың қолында жаттығам. Алғаш осы ММА-ға келгеннен бастап сол тренерімнің қолындамын. Алғысымды білдіремін, бір-бірімізді әрқашан түсінісіп, барлық жекпе-жектерге бірге дайындалып жатамыз. Ол тренерімнің өзі уақытында әлем чемпионы болған панкратионнан, жекпе-жектен өте мықты спортшылардың бірі болған өз уақытында. 2000 қателеспесем 2003-2007 жылдары Қазақстанға танымал спортшылардың бірі болған. Қазіргі уақытта бапкер, 10 жылдан астам уақыт жаттықтырушы болып жұмыс жасайды. Сол тренерімнің базасы грэпплинг. Қазақстандағы үздік грэпплерлердің бірі деп айтсам болады. Қазірде шәкірттері грэпплингтен Қазақстанда үздіктердің қатарынан көрініп жүр. Сол себепті менде қазіргі уақытта 10 жылдан астам уақыт сонымен дайындалып жатқандықтан біз грэпплингпен көп жұмыс жасаймыз. Күреске көп көңіл бөлемін. Өзім базам бокстан келгендіктен ол аспектіге көңіл аудармасам болмайтынын түсіндім уақыт келе. Сол себепті тренерім грэпплер болғаннан кейін көп уақыт күресіп жұмыс атқарамыз. Себебі мен үшін өте керек аспекттердің бірі. Сен үшін ең қиын жаттығу қандай, грэпплингтен ба, әлде ударкамен, бокс или кикбоксинг болса? Қазіргі уақытта енді 10 жылдан астам аралас жекпе-жекке уақытым кетті. Сол себепті қазіргі кезде айта алмаймын, мына спорт түрі мен үшін қиын болады деп. Өйткені қайсысын жасасам да жаттығулары бірдей уақыт, бірдей энергия, бірдей күш кетеді. Сол себепті барлық жаттығулар бірдей. Қазір опытпен мастер соның бір биік шыңның бір жерде кездескен жер деп айтсам болады. Уже 10 жылда опытта жинадым. Өзіме жеткілікті мастерство жинадым деп те айтсам болады. Сол себепті қай спорт түрін жасасам да қатты қиыншылық болмайды. Маңыздысы ешқандай жарақатсыз жаттығуларды өткізіп жекпе-жекке шығу. Мен грэпплинг туралы неге сұрап отырмын? Қазір сенің салмағында чемпион Клебер Койке. Ол бразилиялық джиу-джитсудан қара белбеу, ода 29 жеңіс сабмишнмен бар. Енді сен қазір жақсы подиумда жүрсің, кездесіп қалуларында мүмкін, сондықтан сұрап отырмын да. Осы боецті қалай бағалайсың өзің, Клебер Койкені? Енді Клебер өте мықты спортшылардың бірі деп айтсам болады әлемдегі. Ол себебі онда бұл спортта жүргеніне аз уақыт болған жоқ. 20 жылдай уақыт болған. 20 жылда 40-қа жақын жекпе-жек өткізген. Райзінің бірнеше рет чемпионы болған. Уақытында чемпион болып, қайтып поясын беріп қойып, қайтып алып деген сияқты 3-4 рет чемпион болған. Қазірде мен төбелескен күні 31 желтоқсан күні ол да претендент ретінде титулдық жекпе-жекке шығып, жапондық спортшыдан поясын тартып алды. Қазір действующий чемпион, өте мықты спортшылардың бірі, базасы грэпплинг.
өзі Жапонияда, қателеспесем Токиода тұрады. Бонсай грэплинг деген өзінің залы бар. Сол жерде тұрып, сол жерде жаттығады. Өте мықты спортшылардың бірі. Енді өзіме келетін болсам, біріншіден өзі титулға претендент дейтін 2-3 спортшы бар. Солардың бірі менмін. Біз осы 25-ші жылы бәрі дұрыс болып жатса, Аллахтың қалауымен титулдық жекпе-жекке міндетті түрде шығуымыз керек деп ойлаймын. Себебі үміткерлердің бірі болғандықтан ертелі кеш титулдық жекпе-жек өткізуім керек. Егер кездесіп жатсам, оған да алдын ала дайындаламыз. Ағайыммен ақылдасып, мүмкін сборға баратын шығармын. Креплерлармен сбор өту керек шығар. Ол жағын әлі нақты жекпе-жек берілмегендіктен ақылдасқан жоқпыз, ойласқан жоқпыз. Егер сол клеберді бізге беріп жатса, біз сол кезде міндетті түрде сол жекпе-жекке жоспар құрамыз. Ал лига не дейді өзі? 25-ші жылы саған титул бере ма? Енді лиганың матчмейкермен алдында сөйлескенде, жекпе-жектен кейін маған айтты: Қаршыға, сен міндетті түрде үміткерлердің бірісін титулдық жекпе-жекке. Бірақ бізде лиганың өзінің чемпионға деген привилегиясы бар деді. Ол привилегиясы чемпион өзі таңдайды, кіммен шыққысы келетін. Сол себепті қазір титулдық жекпе-жекке үміткерлерді 2-3 спортшы бар. Солардың бірі біз, Қазақстаннан менмін. Тағы да спортшылар бар. Сол себепті чемпион өзі қарайды, қай уақытқа дайын болып, қай уақытта қорғау керек екен. Сол себепті енді күтіп отырғым келмейді менің, қашан мен таңдап, менімен шыққысы келеді екен деп. Сол себепті егер осы жақын арада титулдық жекпе-жектің анонсын маған айтпайтын болса, мен кез келген жекпе-жекке шығуға дайынмын. Кез келген жекпе-жекке шығып, жеңіске жетіп жатсам, мен міндетті түрде ертелі кеш титулдық жекпе-жекке шығам деген ойдамын. Бірақ осы привилегия тек сол чемпионда ма? Или бүкіл Райзен чемпиондарында привилегия қарсыласты таңдау? Райзен әр салмақтағы чемпионы өзі таңдайды деген сондай привилегия бар сияқты. Алдында матчмейкермен сөйлескенде солай түсіндім өз басым. Егер қателесіп жатсам, нақты білу керек. Бірақ мен білуімше контракт бойынша чемпион поясын, чемпиондық белбеу ұтып алғаннан кейін міндетті түрде 1 жылда қорғау керексің, 1 жылдың ішінде. Егер 1 жылдың ішінде қорғамасаң, поястан айырыласың. Күшті. Енді біз медика туралы бастадық. Бірақ қазір сенде, мысалы, 1 жыл бұрын сені ешкім емес, енді тек ММА фанаттары таныған болатын. Бірақ қазір сенде уже 100 000 подписчик Инстаграмда, уже танымал, біраз нокауттарың бар. Ютубта бүкіл спорт СМИ сен туралы жазады. Қазір өмірің өзгерді ма? Өмірім қатты өзгеріп кетті деп айта алмаймын. Бір қалыпты. Сол осыдан 2 жыл бұрын қалай өмір сүріп жүрдім, дәл солай өмір сүріп жатырмыз. Аллаға шүкір деп айтам. Қатты өзіме сезілмейді. Мен бір аса танымал болып, қатты бір жұлдыздардың бірі болдым деген сияқты ешқандай ойда жоқ. Біздің мақсатымыз ол емес. Қазақстанда жұлдыз болу деген сияқты, басқа да танымал болу деген сияқты. Мен өз басым, менің және менің тренерімнің мақсаты бізге чемпиондық белбеуді алу, қорғау, және де одан кейінгі үлкен лигаларға ауысу, сол жақтан мықты екенімізді дәлелдеу деген сияқты. Одан бөлек спортқа қатысы жоқ бағанағыдай ойлардан аулақпыз. Болашақта да ондай қатты көңіл аударам деген ойда емеспін ондай нәрселерге. Сенің 100 000 подписчиктердің шамамен қанша пайызы жапониялықтар? Енді нақты санап көрген емеспін, қарағанда емеспін, бірақ өз басым ойлаймын, бір 10 000, 20 000 жапондық подписчиктер деп ойлаймын. Себебі қазақстандық емес, маған жапондық фанаттар күніне кем дегенде 20-30 адам жазады. Күніне? Күніне. Мен сіздің жанкүйеріңізбін, жазатын сол шаблонный сөздер деп айтуға болады. Мен сіздің жанкүйеріңізбін, мен сізді қолдаймын, бойыңызды көрдім,
керемет жекпе-жек болды деген сияқты. Болашақтағы жекпе-жектеріңізді күтемін. Барлығы сол бір сөз қайталанып жаза береді. Көп біреулер переводчиктарды пайдаланып қазақша жазуға тырысады. Қазақша. Оларды жазғандарын оқимын. Кішкене перевод, тікелей перевод болғаннан кейін кішкене сөздер, сөйлемдер дұрыс құрастырылмаған, бірақ түсінесің, ойын, негізгі ойын. Тыңдаймын, оқимын, қараймын. Уақытым болып жатса барлығына жауап беруге тырысамын. Себебі осы көрермендер Жапонияда мені танымал қылып ұстап отқан осы жекпе-жектерім арқасы және көрермендер деп ойлаймын. Негізі мына жапон жанкүйерлері біздің Қазақстандағы жанкүйерлермен айырмашылықтар бар ма? Бар болса қандай? Жапониядағы жанкүйерлер ешкімді бөлмейді. Спорт ретінде қарап, барлығына бірдей жанкүйер бола береді деген ойға келдім. Себебі мен жапондық спортшылармен 3-ші рет жекпе-жек өткіздім. 4-ші рет 2024-те 4 рет жекпе-жек өткіздім. 4-еуінде де мені де қолдаған жанкүйерлер болды, жапондық спортшыларды да қолдаған жанкүйерлер болды. Сол себепті олар таза спортты искусство деп қарап, таза кім мықты соны қолдайды екен. Сол себепті одан кейін спорттық мәдениет қалыптасып қалған. Уже спорт бір 10-15 жылда емес, уже біршама уақытта қалыптасып, уже дамып кеткені көрініп тұрады. Оларда уже спорттық мәдениет уже қалыптасып, көрермен қалыптасып, қалай өздерін аренаға өз уақытылы келіп, уақытылы кетеді, бәрі мәдениеті көрініп тұрады. Менің демеушілерім лицензиялық букмекерлік кеңсе pinup.kz және сол үшін оларға алғысымды білдіремін. 24-ші жылы барлық жекпе-жектерін Жапонияда болды. Негізі ол ел саған ұнады ма? Жапония маған өте қатты ұнайтын елдердің бірі деп айтсам болады, өзім көрген елдердің арасындағы. Неге? Себебі мәдениет өте қатты дамыған, тәрбие өте қатты дамыған. Одан кейін халық таза өмір сүруге тырысады, ешкімді алдауға тырыспайды. Бәрі одан кейін уақытылы, ешкім кешігіп басқа бірдеңе деген сияқты нәрселер жоқ. Белгіленген уақытта белгіленген заттар болу керек. Сол себепті сондай жақтарын өзіме жаныма жақын қылып алып жатырмын, жаймен. Маған ұнады сол қасиеттері. Сол себепті болашақта тағы барып әлі де жекпе-жек өткіземіз. Мен білмейтін жат тағы да көп дүниелер болса, оларды көріп өзіме навооружение алуға тырысамын деген ойдамын. Ал лиганың адамдары қалай саған? Олардың мысалы айтқан сөздері, айтады, сосын істейді, мысалы сондай адамдар ма олар? Лиганың тәртібі өте мықты деп айтсам болады. Үлкен уровеньдағы лигалардың бір екені көрініп тұрады, барсаң. Күтіп алып, спортшыларды күтіп алып, орналастыру, регламенттер қай кезде не болады, фотосессия қай кезде, пресс-конференция қай кезде, бәрі уақытылы алдын ала белгіленіп қояды. Сол уақытта 15:00-де болатын дүние 15:00-де өтеді. Сол сценарийзам салмаққа түсу рәсімі де уақытылы, ешкім кешікпейді. Бәрін уақытылы жасағаннан кейін ешқандай бір техникалық ақауларға байланысты, адамдардың кешігіп қалуына байланысты деген сияқты дүниелер жоқ. Бәрі уақытымен болады. Лига өте үлкен деңгейде жарыстар өткізеді. Мен Японияда бір рет болдым. 16 жыл бұрын бізде каратэда бір соревнование болған, сол жаққа барғанбыз. Мені бір өте қатты таңғалдырды осы ел бар ғой. Біз даже дәретханада бір арнайы тәпішкелер жатады. Барлығы иіліп, амандасады, сені танымаса да. Барлығы былай тәртіпті, на уважение сөйлеседі. Сонымен мені осы Жапон елі таңғалдырды. Сені немен таңғалдырды осы ел? Жапон елі мен таңғалған мәдениет, тәрбие, уақытылы жүру. Осы үшеуіне өте қатты таңғалдым. Бір емес, барлығы сондай екен да. Өз басын қалай ойлайсың? Сол бір райдинг чемпионы болып, танымал жұлдыз сол Японияда болып, сол елде тұра аласың ба өзің? Жоқ, мен Шымкенттен басқа еш жерде тұра алмайтын, көзім жетеді. Неге? Мен өз Қазақстан ішінде барлық қалалар ұнайды маған.
барлық қалаларға барғам, барлық қалаларда достарым да көп, бауырларымыз да көп, араласатын адамдар да көп. Бірақ уақыт өте келе өзім түсіне бастадым, Шымкенттен басқа еш жерде тұрғым келмейтін. Қандай да жағдай болсын, сборға да барлық жерге бара берем, уақытша бірақ ұзақ уақыт бойы қартайған шағыма дейін өмір сүремін деп елестететін болсам, мен Шымкенттен басқа еш жерде өмір сүрмес едім. Бірақ мысалы біз мына жақта Қазақстанда 25-ші жылда тұрсақ, Жапония уже, по-моему, 100 жыл или 50-ші жылда тұрады. Жапониядан қайтып Қазақстанға оралу қиын емес па саған? Жоқ, қиын емес, өйткені өзім туған жерің бәрінен де ыстық болады. Жапонияда көп нәрсе, көп дүниеге таңғалып, өзімізге керегін алып жүрсем де, бірақ өз елімізге ешқандай ел жетпейді деп ойлаймын. Мүмкін ана жақта бірдемені қарап, өз өмірге мына жақта Қазақстанда бірдеме енгіздің ба? Көп дүниелер көріп жүрмін Жапонияда. Соның бағанағыда айтқанымдай, уақытылы жүріп, уақытылы тұрып, честность, порядочность деген нәрселер, көп нәрселер үйреніп жүрмін. Өзіме керегін жаймен алып жатырмын деп айтсам да болады. Біздің түр келбетіміз примерно жапондықтармен бірге ұқсас қой, сәл болса да. Сені Жапонияда местный сияқты қылып не шатастырмай ма далада? Жоқ, қателеспейді, ешкім шатастырмайды. Жиі барып тұрасың ғой Японияға енді, Райзин жауынгер болғанмен, достарың, үйдегілерің бірдеме сұрай ма, бізге Жапониядан бірдеме алып кел деп? Енді мен осы спортқа келгелі көп жерге барып жатырмын, көп мемлекеттерді көріп жатырмын. Мен ешқандай досыма, достарымнан бөлек әке-шешеме ешқашан бір сувенир ретінде бір дүние әкелген емеспін. Себебі өз басым ешкімнің көңілін қалдырғым келмейді, біріншіден. Екіншіден, біреуге қатты көңіл аударып, екінші адамды ұмытып кеткім келмейді. Сол себепті ешкімге ештеңе алып келмеймін. Барам, жекпе-жек өткіземін. Ол менің жұмысым. Сол себепті мен жұмысымды атқарамды, өз еліме қайтамын. Күшті. Жапондықтарда постоянно бір стилі бар, необычный болады олар, и сондықтан мен саған бір стильный капа жасау үшін осындай бір сертификат сыйға тартқым келіп тұр. Бұл біздің достарымыз Капа KZ профессиональный капа жасайды, және де өзің стиліне сәйкес бірдеме жасасаң жақсы болады. Рахмет, алғысын білдірем. Міндетті түрде капа жасатамын. Менің достарым 99 раунд дүкеніне үлкен алғысымды білдіремін. Осындай ММА перчаткиді ұтысқа бергені үшін. Оларды ұту үшін комментарийге дұрыс жауапты жазыңыз, және қасыңа міндетті түрде өзіңіздің Instagram парақшасын жазуды сұраймын, өйткені мен сол арқылы сізді таба аламын. Және де 99 раунд дүкенінде Engage футболкасын алған кезде осындай ММА перчаткиді сізге тегін береді. Енді жекпе-жекке келсек, Райзин 8 бұрышта емес, рингте жекпе-жектерін өткізеді. Саған қиын емес па сонда рингте ММА жекпе-жектерін өткізу? Енді қаншама жыл уақыт аралас жекпе-жекте жүріп, біз октагонда төбелесуге дайындалдым. Сол жағы кішкене қиыншылық тудырмайды емес. Себебі біз күресіп қалған жағдайларда, партерде қалып кеткен кезде октагонды пайдаланып тұру деген сияқты аспектілерге көп көңіл аударып жұмыс жасаймыз. Рингте олай пайдаланып тұру қиын. Сол себепті кішкене қиыншылықтар болады. Бірақ енді өз басым бұл аралас жекпе-жекке бокстан келген себепті, бокста біршама жекпе-жек өткізгем рингте. Сол себепті қатты қиындық тудырып жатыр деп айта алмаймын. Негізі өзім неден бастадым, соған қайтып оралдым десем болады. Ал бір айырмашылықтары или немесе ерекшеліктері бар ма рингте ММА және де сеткада ММА 8 бұрышта? Айырмашылығы сол октагон мен рингте, өйткені рингтің канаттарында төбелесіп қалған жағдайда, клинчтарда болған кезде пайдалану қиын. Октагонда мысалға клетканы пайдаланып құлатып алып, болмаса тұрып кетіп құлап қалсаң деген сияқты нәрселер пайдалануға болады, заттарды. А мына рингте төбелескен кезде ондай заттарды пайдалану қиын. Себебі канаттан ұстауға болмайды, өзінің правилалары бар. Сол сияқты канаттан ұстауға болмайды.
канатта ұзақ уақыт тұруға болмайды, шығып кетесің арасынан рингтің сыртына. Сол себепті екеуінің айырмашылығы сода деп ойлаймын. Ал залда былай арнайы дайындаласыңдар ма рингте или уже октагонда, без разницы? Біздің залда үлкен зал, ауданы бір 400 квадрат деп айтсам болады. Бізде рингта октагонда жоқ, бірақ арнайы жасалған стеналарды қауіпсіз коверлармен орап арнайы жасап қойғанбыз барлығын. Сол себепті тікелей бір рингқа немесе октагонға дайындалмаймыз, барлық аспектіге дайындалып жүрем. Себебі ешкім кепіл болмайды мен осы райзиннан кейін басқа лигада октагонда төбелесуіме. Сол себепті рингқа да октагонға да дайындалып жүрем. Получается, сеткадан тұру, сеткадағы клинч, оның бәрін жаттықтырасың, иә? Ол аспектілерді ұмытпаймыз, міндетті түрде дайындалып жүреміз оғанда. Себебі ол да керек. Мысалы, вот неге білмеймін, қазір Шымкенттен аса көп байыстер көп емес. Кезінде Арман Оспанов болған, сосын бір үлкен үзіліс болды, байыстер болмай, или мүмкін мен оларды танымаймын, иә, мысалы. Неліктен айта алмайсың ба? Бізде Шымкент қаласында аралас жекпе-жек өте қатты дамыған. Негізі алып қарайтын болсам, мен білетін залдар өте көп, аралас жекпе-жек залдары өте көп. Олардың көбісі кәсіпқой деңгейде емес, әуесқой деңгейде, әуесқой аралас жекпе-жекпен айналысады. Бір имавқа шығады, жекпе-жекке шығады, панкратион деген сияқты спорттарға көп көңіл аударады. Себебі барлық жаттықтырушылар арнайы бір спорт мамандандырылған мектептерге қарағандықтан, солардан жалақы алып жүргендіктен, оларға сондай жас спортшыларды сондай әуесқой деңгейдегі жарыстарға көп шығарады, кәсіпқойға қарағанда. Сол себепті біздің Шымкент қаласында аралас жекпе-жек сырт көзге қарағанда жоқ сияқты көрінеді. Негізі біздің Шымкент қаласында өте көп. Біз Арман Оспанов, Ержан Естанов ағаларымыз шығып жүрген уақытта бізде дайындалып жүргенбіз. Мысалға, менің құрдастарым да көп болды шығып жүрген. Сол себепті болашақта да қазіргі уақытта біздің залда өте көп жас спортшылар бар. Олар да уақыт келе 1 жыл 2 жыл көлемінде өздерінің аттарын шығарып, нәтижелерін көрсетеді деген ойда. Получается, сендердің залдарында қазір көбінесе әуесқой спортшылар, ММА-дан. Шымкент қаласында Тұран Орда, мен жаттығатын Тұран Орда залында қазіргі күнге әуесқой емес, кәсіпқой спортшылар көбейіп кетті. Бір емес, бірнешесі бар. Олар жас спортшылар, рекордтары үлкен емес, 5-0, 6-0, 7-0 деген сияқты спортшылар көп. Бір 10 шақты деп айтсам болады. Олардың барлығы қазақстандық лигаларда төбелеседі. Осы Алаш Прайд, Найзада емес, октагонда төбелеседі көбісі. Сол себепті оларда сол лигалардың өзі топовый байыстердің қатарына кіріп жатыр жаймен. Осы 25-26 жылдары сол лигалардың белбеулерін алады деген ойдамын. Неге білмеймін, бірақ мен сені возрастной боец деп санадым өз басым. Как будто саған 32 жас емес, как будто одан да көп. Неге білмеймін, бірақ сенің айтқан сөздерің, сенің түр-келбетің, как будто ты старше своего возраста. Бірақ 32 жас, ол проф ММА-ге да уже, бір үлкен жас деп айтсақ болады. Мысалы, Хабиб уже 32 жасында проф карьерасын аяқтады. Сен өзінің болашақ карьераңды қалай қарайсың? Қалай елестетесің? Болашақ карьерамды қазіргі уақытта мен өзім карьерамның шыңына жеттім деп айтсам болады. Шыңы деп қалай айтам? Мен опытпен, мастерствомен опыттың қазір кездескен жері болып тұр. Жасым да, опыт та бәрі бағымен бағым, қазақтар айтқандай, бағымен бағың қатар шапса бәрі болады деген сияқты. Қазір бағымда жанып, бағымда болып тұрған сияқты, өйткені жарақатта көп болып жатқан жоқ. Дайындығым да жақсы болып жатыр. Жекпе-жектерім де ойлағандай өтіп жатыр. Сол себепті жекпе-жектерге шыққан кезде де ешқандай қобалжу жоқ,
опыт деп ойлаймын соның бәрі. Сол себепті қазір осылай барлық нәрсе болып кездесіп бойымда барлығы жақсы болып тұрған кезде, елдің намысын қорғап Қазақстан атын шығаруға мүмкіншілік болып тұрған кезде неге мен карьерамды аяқтауым керек, ондай ой келмейді. Қазіргі уақытта тарихта қалу, Райзен лигасының чемпионы болып, Райзенді тұңғыш қазақ атанып Райзен лигасының чемпионы болып, сол поезды белбеуді Қазақстанға әкелу, ол менің алға қойған осы жақын арадағы мақсаттарымның бірі. Сол себепті осы мақсатқа қол жеткізу үшін биыл 25-ші жылы барлық күш жігерімді салам. Одан кейін де жоспарлар бар. Оны алдағы уақытта көре жатармыз. Қазіргі уақытта осы жақын арадағы мақсаттардың бірін орындауымыз керек, Аллахтың қалауымен. Ең алдымен Райзен поясы, бірақ по-любому барлығы сұрайтын шығар. Ең осы спорттың шыңы, ол UFC. Мақсатта UFC кіру негізі сенде бар ма? Енді бүкіл спортшы сияқты, енді плохо тот солдат, который не мечтает быть генералом деген сияқты, бізде де мақсат ол солай. UFC-ға кіру деген мақсат, арман ол бәрінде болады, ол менде де бар. Бірақ енді уақыт еншісінде маған байланысты емес факторлар деп те айтсам болады. Мен қолымда болса, мен ертеңнен бастап төбелесер едім. Мен қолымнан келген бәрін жасап жатырмын деп ойлаймын. Жекпе-жекке шығу керек, жеңу керек, активно төбелесу керек деген сияқты. Мен бір жылда 4 жекпе-жек өткіздім. 23-ші жылы 3 жекпе-жек өткіздім. Соңғы 2 жылда 7 жекпе-жек өткіздім. Биыл да жоспарлап отырмын көп жекпе-жек өткізуге. Денсаулығым егер мүмкіншілік болып тұрса, неге өткізбеске, үйде жатып құр жаттығу жасап жүруге ешқандай да желание жоқ. Егер жаттығу жасадым ба, міндетті түрде жекпе-жек өткізуге тырысамын. Ал сенің менеджерің Саят Абдрахманов, дұрыс қой? Ол сенің UFC-ге кіру мүмкіндіктерін туралы не дейді? Енді Саят Абдрахманов өз жұмысын жақсы атқарып жатыр. Алғысын білдіремін Саят ағамызға. Бірақ қазіргі уақытта біз өзімізге мақсат осыны қойып отырық, лиганы белбеуін алу керек деп. Содан кейін ойланып көре жатармыз. Мүмкін ауысып қалуым да мүмкін. Негізі өз салмағыңды UFC-дегі жауынгерлерді былай қарап отырасың ба? Енді аралас жекпе-жекпен айналысып жүргендіктен барлық спортшыларды көремін деп айтуға болады. Енді UFC-ді тұрақты көрермен емеспін барлық жекпе-жектерін. Бірақ өзім көріп жүретін спортшылардың арасынан өзімнің салмағымдағы чемпиондар да бар. Сол себепті қарап тұрам. Қазіргі уақытта да қарап тұрам. 61 килограммды қараймын, 66-ны қараймын, 70-ті қараймын. Өзі ең қызық салмақтардың бірі солар болып тұр қазіргі уақытта UFC-де. Илья Топурия туралы не дейсің? Өйткені сендердің былай соққы күштерің ұқсас деп айтуға болады. Екеуміздің Топуриямен алатын болсам, мысалы екеуміздің стиліміз екі түрлі. Ол да бокспен айналысқан деп естігем, бірақ оның бокс дейсу манерасы маған қарағанда айырмашылығы бар. Ол тек алға жүріп соққылар жасап нокаут жасауға тырысады әрқашанда. Мен ондай емес, мен күтем, спорт қарсыласымды күтем, қарсыласымның жасаған қимылына қарай әрекетімді жасап, солай соққылар жасап нокаутқа түсіру. Көбінесе нокауттарымның проценті солай болған. Сол себепті екеуміздің стиліміз екі түрлі. Екіншіден, Топурияның салмағы менен өте ауыр деп айтсам болады. Шамамен бір 10 килоға ауыр шығар. Соңғы жаңалықтарды оқығаныма байланысты. Мен 66-ға төбелескеніммен мен 66-ға көп салмақ түсірмеймін. Сол себепті болашақта 61 килограммға төбелесуге де егер мықты диетологтар болса, жұмыс жасап 61 килограмм салмақ дәрежесіне түсіп төбелесуге мүмкіншілік бар. Илья Топурия постоянно алға жүріп соққылар қояды, бірақ сенің манерінде Конор Макгрегор жұмыс істейді негізі. Былай адамдарды ұстап алып, проваливать и контрудар жасап. Конорға келеді деп айтсам болады, бірақ кішкене Конордың бойы мен қолдары ұзын, менікі қысқа. Сол себептен маған көбірек қимыл керек болады деп ойлаймын. Ол орында тұрып көп ұзақ күтеді. Конордың тактикасы сол ғой енді. Чемпион болғанға дейін солай төбелесіп келді. Маған бойым қысқа, қолым
қысқа болғандықтан көп қимылды требовать етеді. Сол себепті көп жұмыс жасаймын соққыларымды дәл жеткізу үшін. И Конордың еще стойкасы бір сәл каратека сияқты. Каратенің Каратенің стилі. Ал Илья Тапуре мен Макс Холлоудің жекпе-жегін көрдің ба? Екеуінің жекпе-жегін көрдім. Бір маған емес, бүкіл әлемге қызық болды деп ойлаймын ол жекпе-жек. Біріншіден Холлоуэй қаншама жыл аралас жекпе-жекте жүріп, мүлдем нокаутқа түспеген спортшы. Және Тапуре мына жақта барлығын нокаутпен жеңіп келе жатқан. Көрдім. Мен ойлаймын, Холлоуэйға кішкене 70-ке төбелескеннен кейін 66-ға қайтып түсу қиын болды ма? Кішкене сол жағынан әлсіретіп қойған сияқты. Кішкене активный болған жоқ. Орында көп тұрып қала берді. Сол себепті Тапуре өзінкін жасап кетті деп айтуға болады. Орында көп тұрып қалған. Қателігі сол болды деп ойлаймын. Бірақ өзің кімге жанкүйер болдың сол жекпе-жекте? Өз басым Тапуреға жанкүйер болдым. Тапуреға ма? Жақсы. Сен қазір біршама танымал жұлдыз болдың Қазақстанда, бірақ сенде карьераңда бір үлкен үзіліс болды. 1 или 2 жылда, по-моему, сен даже стройкада жұмыс істедің, сондай уақыттар болды. Қалай болды осы үзіліс? Қалай жеттің сол үзіліске? Көп. Егер осы үзіліс туралы айтатын болсам, бірінші менде үзілістер көп болды деп айтсам болады карьерамда. Бірінші осы аралас жекпе-жекке келгеннен бастап бірінші бір 5-6 жылдықта, қазір 10 жыл уақыт болды, сол 5-6 жылдықта көп үзілістер болды, көп паузалар болды, ұзақ төбелесе алмай қалып, жылына бір рет жекпе-жек өткізген кездер көп болды. Себебі жарақаттар көп алатын. Өзімнің денем спортқа дұрыс икемі келмейді деген ойға келдім. Лайықты бір деңгейде денем шынық қойған деген сияқты. Себебі жарақат көп болды менде. Көп сындырып алған кездерім болды. Басқа да ет жарақаттары, растяжение деген сияқты көп жарақаттар ала бастадым. Жылына 1 жыл уақытын, 5-6 ай уақытын сол жарақаттарым демдеуге көп уақыт жұмсайтын. Сол себепті 2020, қателеспесем 21-22 жылдары ойға келдім, бұл спорт мен үшін емес шығар, мүмкін басқа да дүниелер көп, басқа заттармен айналысып көрейін деген сияқты. Сол себепті менде пауза болды. 2-3 айдай жаттығу залына бір 6 ай уақыт бармадым. Басқа нәрселермен айналыстым. Бағана сіз айтып жатқан стройка деп, мен стройка істеген жоқпын, бірақ бір ағаларым жұмыс жасаған кезінде солардың басында снабжение істейді ғой, былай айтқанда. Құрылыста, Құрылыста. Сол снабжениемен айналыстым деп айтсам болады. Жүрдім, басында болдым. 1 айдай, 2 айдай жүрдім. Сол уақыттарда ойлана келе ағаларым ақыл айтып, төбелес деп, жасың әлі бар, мүмкіншілік бар, талантың бәрі бекерге кетеді деген сияқты ақыл айтқан адамдар көп болды. Соларға да рахмет айтам. Алғысым шексіз сол кісілерге де. Бірақ өзім үйде жатып, жақсылап ойланып, анализ жасап, шешімге келдім. Бұл карьерам бекерге не спортшы емес, танымал спортшы емессің, не бір чемпион емессің, бір белгілі бір ортасына келген кезде қалдырып кетіп, не ешқандай нәтиже жоқ болып қалдырғым келмеді. Сол себепті жақсылап ойланып, анализ жасай келе қайтып бастаймын деп шештім. Қателік болған жоқ деп айтсам болады. Қазіргі уақытта қайтып бастаған. Себебі қайтып бастағалы 7 жекпе-жек өткіздім 2 жылда. Өте мықты жауынгерлермен кездестім. Қазіргі уақытта көзім жетеді. Барлық сол пауза барлығы мен үшін пользаға өткеніне. Значит, сол үзіліс сен үшін наоборот польза, енді польза болды, чем наоборот как будто упустил шанс. Сондай не ойлар жоқ сенде? Менде ешқандай ой жоқ. Сол үзіліс маған пайдаға асты деп айтсам болады. Жақсылап ойланып, өз-өзімді анализ жасап, жоспар құрып, өмір сүріп, бұл алдағы жекпе-жектерге дайындалуға өте үлкен септігін тигізіп, пайдасын берді деп айта аламын. Мыңда бір шүкір, сондай уақыт өткенде де. Мен айтайын, еш жерде айтпағам. Бірінші рет айтайын деп отырмын, бұл айтқанда. Менде 2000 қателеспесем 20-шы жылы Ақтөбеде сборда болғам. Сол кезде менде өте ауыр жарақат болды. Карьерамды толықтай 100% аяқтап кетуге жақын қалдым.
ол жарақатым менде мойнынан грыжа болды. Жаттығу барысында мен Есей лигасына төбелесуім керек еді. Сол жаттығуға Ақтөбе қаласына дайындалып жатып, бір жаттығулардың бірінде мойным ауыра бастады. Лопатка дейді ғой, лопаткам ауыра бастады. Нақты мойным ауырған жоқ, лопатка ауыра бастады. Сөйтіп мен түсінбедім, бір 2-3 күн жаттығу жасай бердім, суық тиіп қалып ауырып қалады ғой. Сол сияқты ауырып қалған шығар деген сияқты оймен. Сөйтіп жасай бердім, бірақ уже күннен күнге ауыра бастаған, қатты сезіле бастады. Уже бір 4-5 күннен кейін жаттығу жасау мүмкіндік мүлдем болмады деп айтуға болады. Сосын Айбек ағайға айттым. Айбек ағайға да рахметін, алғысымды білдірем. Өте үлкен септігін тигізді карьерамда. Сосын ағайға айттым, ағай мен что-то иығым қатты ауырып жатыр, маған кішкене больницаға көріну керек сияқты деп больницаға жіберді. МРТ снимогын жасап қарасақ, бізде 3 грыжа шықты мойнымнан. 4,5 миллиметр шамамен. 4,5-4,7 миллиметр. 10 күн өткеннен кейін сол қолым 90%-ға отказ берді десем болады, жұмыс істеудің. 5 килограммнан артық көтерсем ұзақ уақыт ұстап та тұра алмаймын. 5 килограммнан артық көтере алмай да қалдым. Сөйтіп больницаға барған уақытында маған айтты, саған мүлдем спорт болмайды, айналысуға деген мүмкіншілік жоқ. Өйткені мен біреуді ұрмақты келіп қолымды көтере алмайтын. 80-90% қолым отказ берді. Грыжа защемление болған кезде, нерв, мойындағы грыжалар қысылған кезде қолға береді екен. Мен сол қолыма берді. Сөйтіп нервтар қысылғаннан кейін қолым толықтай 80%-ға жұмыс жасауын тоқтатты десем де болады. Мен шамамен бір 2-3 айдай сол қолым бар екенін ұмытып қалған жағдайлар болды, кездер болды. Өте қатты қиналдым сол кездерде. Оны ешқандай интервьюда айтқан емеспін, бірақ ол период басымнан өтті. Сол кезде врачтар маған назначение берді, емделдім, бассейнге бар деді, спортты мүлдем қой деді, қойдым 1 жылдай уақыт. Сөйтіп бассейнде тек қана күнімнің бәрі бассейнде өтетін. Аллахтың қалауымен 1 жылдан кейін кішкене басылып, қолдарым қайтып жұмыс жасай бастағаннан кейін қайтып спортқа кетіп қалдым. Негізі қазіргі уақытқа дейін врачтар қазір МРТ мойным снимок жасайтын болса, грыжам ешқайда кеткен жоқ, орнында тұр ғой. Қазірдің өзінде маған айтар еді, кез келген врач спортты қою керек деп. Бірақ өзімді спорттан басқа ешқандай дүниеде қазіргі уақытта көре алмаймын. Сол себепті спортты мен әлі күнге дейін жалғастырып келе жатырмын. Бірақ сен жыл сайын осы МРТ өтесің ба? Или мүмкін бір жарты жылда бір рет, или қалай? Осы ол енді бір үлкен травма ғой. Оны емдеу керек, или хотя бы қадағалау керек, оны. Енді қазіргі уақытта қатты бір қадағалап жүрмін деп айта алмаймын, бірақ өзім сезе бастаймын. Кейбір кездерде қолым ұйып, ауыра бастайды. Сол кездерде міндетті түрде ауруханаларға барып қаралып тұрамын. Қалай істеу керек, не істеу керек, демалыс алу керек болса демалып, пауза керек болса пауза алып деген сияқты. Дәрілер ішу керек болса дәрілерін алып қарап тұрамын. Бірақ ойлаймын, енді спорттан кейін өзімнің денсаулығыма өте қатты қарау керек болады міндетті түрде. Былай бір профилактический не жасайсың ғой, жасап тұрамын. Ау сол травма саған жаттығу кезінде, дайындық кезінде, или бойда кедергі жасамай ма? Кедергі жасайды. Себебі мен қазірдің өзінде оң қолыммен 100% күшпен ұратын болсам, сол қолыммен 100% күшпен ұра алмаймын. Өйткені сол грыжаның әсері әлі де бар. Өзім сезем, ауыр темірлер көтерген кезде де бірден білініп тұрады. Оң қолымнан сол қолыма қарағанда оң қолымда күш көп екен. Егер мен шешініп невропатологқа бір жерге барған кезде шешініп тұратын болсам, сол қолым артрофия болған. Оң қолымнан сәл шамалы кішкентай болады. Мүмкін жай көзге білінбейтін шығар. Бірақ ауруханаларға барған кезде, кәсіби мамандар көрген кезде бірден айтады. Мен грыжам бар екенін бірден біледі, айтады. Сол қолым оң қолымнан сәл шамалы кішірек. Сол себепті жекпе-жектерде де әсері бар. Себебі жекпе-жекте мен сол қолыммен 100% күшпен ұра алмаймын. Қазірдің өзінде бір 80-90% шығар күшім. Өйткені білінеді, темір көтеріп
жаттығу жасаған кездерде сол қолымда күш аз екені білініп тұрады. Значит, бүкіл нокауттар еще даже 100%-ық күшімен емес, да? Енді Аллахтың қалауымен осындай болу керек болды. Ешқандай өкініш жоқ. Шүкір деп айтам. Бірақ енді солай, факт солай болып тұр. Қазіргі уақытта мен 100%-ға соққы жасамаймын. Шамамен бір 80-90% деп айтуға болады. Оған да шүкір деп айтам. Егер мүлдем қолың жасамай қалғанда не болар еді? Вообще қиын болады. Өмір сүрудің өзі қиын ғой. Бір мүшең жұмыс жасамай или жоқ болса. Бір сенде мынандай бір қазір страх жоқ па? Осы травма, какие-то там непоправимые будут последствия от этой травмы, сондай бір не жоқ па, страх? Енді страх болады, қорқыныш әрқашанда болады. Сол сияқты мен де кейбір кездерде ойланам, қолым мүлдем істемей қалса не болады деген сияқты. Бірақ енді қазіргі уақытта тәуекелге бел буып, осы спортты бір шыңына жеткізіп, сосын қойып, денсаулығыммен айналсам деген ой бар. Қазіргі 21 ғасырда технологиялар да дамып кетті. Егер профилактикалық дүниелермен денсаулығымды түзей алмасам, спорттан кейін сол қазіргі дамыған технологиялардың күшіне жүгініп, соларды пайдаланып түзеуге тырысамыз. Аллахтың қалауымен көреміз енді нәтижесіне қарай. Жапонияда не жоқ па? Жекпе-жекке дейін медосмотр деген нәрсе. Медосмотр бар. Міндетті түрде жекпе-жектің алдында қанның анализін алады. Осы Шымкентте өтіп жіберем. Жекпе-жекке бір айға кезде қанның анализін, ВИЧ, гепатит С деген сияқты міндетті түрде алынатын анализдердің бірі. Сосын гормондар барлығын тексереді. Себебі бір анализін көріп шығады. Себебі допинг контроль бар ол жақта. Сол үшін алады деген ойлаймын. Одан кейін МРТ міндетті түрде сұрайды. Бүкіл дененің ба? Жоқ, бастың. Соны сұрайды. Одан кейін өздерінің белгілі бір уақыты бар. Сол уақыттарында тағы да керек осмотрларды бәрін сұрап тұрады, запрос жасап тұрады. Одан бөлек барған кезде де медосмотрдан өтеміз. Жекпе-жектің алдында, жекпе-жектен кейін кәсіби деңгейде дәрігерлер қарайды. Получается, оларда допинг контроль бар, иә? Допинг контроль бар, бірақ бір күні бір түнде 10 пара спортшы емес, 10 пара төбелессе, 10 пардың таңдау арқылы бір 2-3 парасын ғана допингқа тексереді. Сені тексерді ма? 2 рет қателеспесем тексерді. Сол Жапонияда. 4 жекпе-жек өткіздім, 2-інде тексерді. Айтпақшы, қазір менің есіме түсті, Жасұлан Әкімжанда сондай бір өзіңде бір травма, үлкен травма болған деп айтқан. И как раз осы қазір есімде жоқ қандай именно травма болды. И сондай бір не айтқан оқиғаны. Мына жақта бір докторды тауып, сол доктор 2 саусақпен оның карьерасын сақтап қалды. Былай, білмеймін, спину, говорит, просто так пальцами потрогал, что-то сделал, говорит, и все. У меня, говорит, перестало все болеть. Вот, правда, есімде жоқ қазір қандай травма болған, қандай жарақат болғанын қазір есімде жоқ. Ал еркін күш туралы айтсақ, қай жылы болдың сен сол жақта? Еркін күште сол бағанағы жарақатың болған кез, қателеспесем 20-21 жылдар болдым. Бір барғанымда 1-2 ай болдым, екінші барғанымда толықтай 3 ай болдым. 5-6 ай уақытым кетті. Сол жақта жүрдім. Айбек ағайға рахметімді айтам. Мені қабылдап, көмектесіп, бүкіл команда болып, Дастан Амангелді, Жако, Сергей Мороз, Әлби бар, Бағдат бар. Толық барлық команда жұмыс жасады деп айтуға болады. Мен 21 жылы Есей лигасында Володя Айвазян деген армяндық спортшымен кездескен кезімде Ақтөбе қаласында оқу жаттығу жиын өтіп бардым. Сол кезде маған 3 айдай барлығы жабылып көмектесті. Мен жеңіске жетуіме өте үлкен үлесін қосты деп айтуға болады. Руслан Алтаев тренер бар, кроссфит тренер. Оған да алғысымды білдіремін. Өте мықты деңгейде, өте мықты жаттықтырушылардың бірі деп айтуға болады. Еркін күшке баруды шешімді неге жасадың? Неге еркін күш? Енді сол уақытта еркін күш біздің Қазақстандағы қазірдің өзінде де ең үздік залдардың бірі, бірақ сол уақытта нөмір 1 зал
деп айтуға келетіндей болды. Себебі жалғас чемпион файт найт UFC-ға ауысқан кез, Сергей Мороз UFC-ға кірген кез, Бағдат 3 дүркін әлем чемпионы болды, қателеспесем сол уақыттарда. Имавтан. Дастан Амангелді, Әліби сияқты ол кезде енді өсіп келе жатқан спортшылар, талантливый спортшылардың бірі еді. Сол көп болғандықтан ағаймен ақылдаса келе барып көріп қайтайын дедім. Өзім сондай ізденіп жаңа нәрсе үйренгенді қатты жақсы көремін. Сол себепті маған пайдасы тиетін дүниелер бар шығар, көріп қайтайын деген оймен сол жаққа бардым. Бірінші Сергей Морозовқа хабарластым, или Нұрбек Абдырахмановқа, ұмытып қалдым қазіргі уақытта. Сұрадым, сендердің залдарыңа барсам болады ма, жаттығуға болады ма деген сияқты. Сөйтіп кел деді, күтіп аламыз деді. Сөйтіп бардым, Айбек ағаймен жолығып рұқсат сұрадым, осындай сіздердің залыңызда жаттығуға болады ма, сборға, осындай жарысқа көмектесе аласыздар ма. Бірден жылы қабылдап көмектесеміз деп, қолдарың келген барлығын жасады деп айтуға болады. Өте үлкен септігін, үлесін қосты карьерамның жақсы жаққа қарай қозғалуына. Ал Шымкенттегі жаттығулардың сосын Ақтөбедегі жаттығу айырмашылықтар бар ма? Ол уақытта Шымкенттегі жаттығулардың айырмашылығы жоқ деп айтуға болады, бірақ бізде конкуренция Шымкентте жоқ еді ол уақытта. Себебі қазіргі мықты спортшылар ол кезде жас еді. Ол кезде қазіргі 22-23-ге келген жас спортшылар бізде көп. Олар ол кезде 16-17 жаста болды шамамен. Сол себепті олар маған конкурент болуы қиын еді. Залда өз 1-2 адам болдық ол уақытта. Сол себепті мен сборға барып, конкуренция деген нәрсе керек болды. Сол үшін біз сборға көп барып тұратымыз. Қазіргі уақытта сборға көп барып жатқан жоқпын, себебі өзіміздің залда да мықты спортшылар көбейіп кетті. Қазір жастардың бәрі өсіп, мықты деңгейде конкуренция көрсете алады. Сол себепті 24 жыл барлық жекпе-жегіме деуге болады, Шымкент қаласында дайындалдым. Негізінде де еркін күште чемпионлардан да тыс көп адамдар сол жақта жаттықтырады да, и оларда действительно спарринг партнер көп. Получается, сен больше жаттығу емес, спарринг партнер үшін бардың? Спарринг партнер үшін және опыт алмасу үшін, өзіме жаңа дүниелер көру үшін деген сияқты. Үйрену үшін бардым ғой жалпы. Спортшылар сені техникамен или бірдемемен таңқалдырды ма? Еркін күштің? Таңқалдырды. Бәрінің өзінің ерекшеліктері бар. Бағдаттың да өзінің ерекшелігі бар. Сергей Морозовтың да өзінің ерекшелігі болды. Жалғастың да өзінің ерекшелігі бар. Бөліп жармаймын, бәрінің өзінің бір Алланың берген адам күші болды. Біреу техника жағынан мықты, біреудің күші көп, біреу күреседі жақсы, біреу ұрады деген сияқты. Сол себепті бәрінен үйренетін дүниелер болды. Әліби айтқан, оларда бір традиция бар. Тренировкаға дейін барып кофе ішеді, тренировкадан кейін барып кофе ішеді. Бір қызық бірдеңе болды ма сенде Ақтөбеде? Ақтөбеден енді айтатын болсам, ең қатты үйренген техникам сол кофе ішу деп айтуға болады. Мен өмірімде сол Ақтөбеге барғанға дейін мүлдем кофе ішпегем. Сөйтіп сол Ақтөбеде жаттығу барысында Руслан Алтаев деген тренер маған көмектесіп, диета жағынан көмектесті, кроссфит жағынан көмектесті. Сол тренерім салмақ түсіріп жүрген кезде маған айтты, мүлдем ештеңе ішуге болмайды, тек қана су, шай да ішуге болмайды деген сияқты өзінің диетаның ұстанымы бар еді. Сол кезде ол маған айтты, егер деді қаласаң, тренировканың алдында американо, бір эспрессо, қара таза кофені өзін ішуге болады деді, сүтсіз, қантсыз, сүтсіз. Сөйтіп енді аш жүрген адамға барлық нәрсе тамақ қой айтқанда. Мен де сөйтіп бір рет ішіп көрдім, 2 рет ішіп көрдім, солай үйреніп кеттім. Қазіргі күнге дейін сұраған адамдарға айтамын, бірінші Ақтөбеден үйренгем сол кофе ішуді. Балдармен ішіп жүрдім, сосын Сергейлермен ішіп жүрдім. Солай үйреніп кеттім ғой. Нұрбек Абдырахмановтың соңғы жекпе-жегін көрдің ба? Нұрбек Абдырахманов жекпе-жегін Таиландта оқу жаттығу жиында едім. Тікелей эфирде көре алмай қалдым, бірақ күттім жекпе-жегін. Сөйтіп режим уақыт сақтап жүргендіктен мен түнде жатып 2 сағат айырмашылығы бар Таиланд пен Қазақстан елінің. Сол себепті сағат 11-лерде мен ұйықтап қалдым.
таңертең әлеуметтік желілерден көрдім жекпе-жегін. Бауырыма денсаулық тілеймін. Өте ауыр нокауттардың бірі болды деп айтсам болады. Опыт, ешқандай мойып, осындай жеңіс болды екен деп қолды тастай салуға болмайды. Спорт болғандықтан барлық нәрсе болады деп ойлаймын. Тек қана спорттық карьерасына сәттілік, алдағы жекпе-жектеріне жеңіс тілеймін. Денсаулығын түзей қалса, алдағы жарыстарда өз-өзін көрсетеді деген ойдамын. Өте мықты жауынгерлердің бірі. Қазақстанда 66 килограммда. Реваншты көргің келе ме? Әрине көргім келеді. Нұрбектің жеңісін тілеймін. Қандай жағдай болмасын, Нұрбек бауырымды қолдаймын. Ал Алиби Идрис қазір тafқа кірді. Оның осы шоуда жеңімпаз ату, что он станет победителем? Как ты думаешь, станет ли он победителем? Кешір, менің қазақ тілім бітіп қалды, болды. Енді Әліби міндетті түрде чемпион болады деген ойдам. Әлібиді жеке өзін танығандықтан, тек қана қазақ емес, өзін танып араласатын болғандықтан, мен оны міндетті түрде қолдаймын. Чемпион болғанын қалаймын. Барлық жекпе-жегін көрем деген ойдам алдағы уақытта. Енді Әліби өте талантты спортшылардың бірі Қазақстанда. Қолда бағы мен бабы қатар шауып, опыт пен мастерство жинаған уақыты қазір. Сол себепті карьерасын пигі ғой, былай айтқанда. Қазір өз-өзін көрсету, міндетті түрде көрсету керек. TAF-та жеңімпаз болады деген ойдам. Ал сол еркін күште Сергей Морозов бүкіл әлемге танымал Қазақстанның жауынгері, сені таңғалдырған жоқ па ол осы карьераны былай аяқ астынан тоқтатқаны? Енді Сереган UFC-ға кірмей тұрып та танитын едік. Өте мықты спортшылардың бірі еді. Одан бөлек мінезде өте жақсы, қарапайым спортшылардың бірі еді. Сол себепті мен өзім осы ислам қабылдамай тұрып ойлайтын, осы ислам қабылдайтын адамдардың бірі ғой деген ойға келіп жүретін. Сосын Сергейдің ислам қабылдағанын әлеуметтік желіден көрдім. Сол кезде өзім іштей қуандым десем де болады Сергей үшін. Өйткені мінезі, жүріс тұрысы өте мықты, үлгі алатын спортшылардың бірі деп айтсам болады Қазақстанда. Сол себепті Сергей ислам қабылдап спорт қойып кеткен кезде, енді ислам ол жаңадан келді, былай айтқанда. Ұстаздары бар, үйретті, мысалы бір мешітке барып білім алды десем де алған шығар деп ойлаймын. Сол кезде түсіне келе спорт дұрыс емес деген шешімге келген шығар. Қандай жағдай болмасын, енді ойын қолдаймын. Мен оған сот емеспін. Жалғастырам десе, жеңіс тілеп, әрқашан жекпе-жегін көрем. Жалғастырмай осылай қойып кеткен болса, мен ол шешімді қабылдап, қолдап, бауырымыз ретінде әрқашанда сый құрметімізді көрсетеміз. Ал сбор туралы айтсақ, мысалы Америкада біраз залдар бар, Америка топ тим, AKA, сол жаққа барып бір сбор өтіп, ойлар жоқ па? Енді бұл ой менде 2018-19 жылдардан бері келе жатыр десем болады. Мен сол кезден бері мүмкіндікті пайдаланып келе жатырмын. Мүмкіндік емес, попытка жасап жатырмын десем болады. 2019-да Америкаға визаға тапсырдым. Маған отказ берді. Одан бері бірнеше рет тапсырып тастадым. Бір рет болсын да берген жоқ. Барлығында отказ беріп келе жатыр. Бірақ әлі күнге дейін қолымды түсіріп мойып атқан жоқпын. Әлі де мүмкіндік жасап көрем. Тағы да мүмкіндік жасаймын. 100 рет отказ берсе, 102 рет тапсырып көрем. Егер қаражатым болып, мүмкіншілігім болып тұрса, тапсыра берем. Ертелі кеш беріп қалады шығар деген ойдам. Білмеймін не себепті бермей жатқанын. Причинасын айтқан жоқ. Бір себебін айтқан жоқ, бірақ қаншама рет тапсырдым осы уақытқа дейін. Бір рет болсын виза берген жоқ Америкаға. Бірақ карьерамды аяқтағанға дейін ойымда бар. Міндетті түрде енді аралас жекпе-жектің меккесі сол ақш құрама штаттары болып тұрғандықтан, сол жақтың спортшыларымен жұмыс жасап, өз білімімді арттыруға, спорттағы әдіс тәсілдерді үйреніп, жаңа нәрсе көріп қайту үшін міндетті түрде визаға тапсыра берем. Беретін жағдай болса, міндетті түрде барып қайтуға бар мүмкіндікті жасаймын. Ал қай залға кіруді көздейсің?
енді қазіргі уақытта 5-6 жыл болды барғым келіп визаға тапсырып жатқаныма бермей жатыр. Сол себепті мен нақты ойланған жоқпын. Мына залға барсам, мына тренерден үйренсем деген сияқты. Бірақ егер маған виза беріп жатса, мен сол күннен бастап бүкіл залдарды қарап анализ жасап шығам, ойланып, біріншіден тренерді қараймын, спортшыларды қараймын, маған сәйкес келетін салмақта спортшылар көп па, бар ма, жоқ па, және тренерінің стилі менің стиліме сәйкес келе ма, жоқ па. Енді мен өзім тұрып төбелесетін спортшылардан қатарынан болғандықтан күресіп дайындалатын спорт тренерларға баратын болсаң кішкене қиыншылық туындайды деген сияқты. Сол себепті өзіме де сәйкес келетін тренер табу керек. Оның бәрін қарап, бір күнде шешім қабылдайтын дүние емес. Асықпай дұрыстап ойлана келе жоспар құра ағайынмен ақылдаса, Естанов Мұрат ағайынмен солай дұрыс шешім қабылдаймыз деген ойдамын. Ал Россияға сборға бару деген ойлар жоқ па? Мысалы Хабиб Абдулманап Нұрмағамбетов мектебіне, сол жақта бір Дагестандық күрес деген мүмкін барып. 2018-17 жылдар қателеспесем Дагестанда болдым, сборда көрдім. Енді жақсы, мықты деңгейде бәрі көрініп тұр. Енді спортшылар да көрсетіп жатыр әлемдік деңгейде мықты екендерін өздерінің. Бірақ кішкене условия жағы қиындау, ол жақта тұрақтанып бір жерден пәтер алып тұру деген сияқты. Енді бір нақты бір өзіңді танып біліп, кесең барлық көмектесеміз дейтін адамдар болса баруға болады. Неге бармасқа? Мен де қазір егер шақырса, сондай ұсыныс болса мен барар едім. Нақты ондай танитын адам болмағаннан кейін бір жаны ашитын барғым жоқ. Бірақ Таиланд еліне барып тұрам, оқу жаттығу жиыны Тайгер Муайтай залына. Сезон уақытында ол жаққа да Дагестаннан көп спортшылар келеді. Солармен көбірек жұмыс жасауға тырысамын. Солардан білмейтін нәрсемді үйреніп, білімімді арттыруға. Сол Тайгер Муайтайға біраз UFC жауынгерлері келеді. Мысалы Рафаэль Физиевтің өзі сол жақта постоянно жүреді. Кіммен кездестің сол Тайгер Муайтайда? UFC-дің жауынгерлерімен. UFC-дің жауынгерлерімен өз басымды жеке танитын Петрянды танимын. Бір шама уақыт спарринг жасап, UFC-де алғашқы жекпе-жектерінде көмектескен болатын. Сол оқу жаттығу жиынында бірге кездесіп қалдым. Рафаэльді танимын, сол жақта кездесіп тұрамыз. Өте мықты жауынгерлердің бірі. Сол сияқты тағы да спортшылар көп. Беллаторда төбелесетін дагестандық спортшылар, Тәжікстаннан спортшылар, Қырғызстаннан деген сияқты спортшылар барлығын танып, егер бәріміз сол жақта бір уақытта кездесіп қалатын болсақ, әрқашан бір-бірімізге көмектесіп тұрамыз. Спарринг өткіздің бе олармен? Иә, спарринг жасап көрдім. Соңғы уақыттарда спарринг жасамадық, уже 1 жылдан асты. Мен сборларда көрген жоқпын деп айтуға болады. Егер алдағы уақытта барып жатсам, жолығып жатсақ, міндетті түрде жарысқа бірге дайындаламыз. Негізі былай спарринг болған кезде олардың уровені бір басқа деп сезіне ма, әлде жоқ па? Олар мысалы UFC-де жүріп, олардың деңгейі масқара деп. Сезілмейді, барлығы бірдей. Спортшылардың деңгейі де бірдей көрініп тұрады. Бір алып бара жатқан ешкім жоқ деп айтуға болады. Ал Жапонияда бір спор өткізейін деген олар жоқ па? Жапонияда бізге қарағанда олардың тұрмыс өмір сүруі бізден қара өте жоғары. Орта есеппен алғанда средний айлық көрсеткіштері бізден 10 есе ма, 2 есе көп деп айтуға болады. Сол себепті ол жақта сбор өткізу өте ауыр деп айтсам болады. Не үшін ауыр? Қаражат жағынан көп қаражат кетеді. Америкаға барып келгенмен бірде кетеді, одан көп болмаса аз емес. Одан кейін ол жақтан зал табудың өзі қиынға туындайтын сияқты. Нақты бір зал табу. Себебі барлығы, мен Райз лигасында төбелесетін болғандықтан, барлығы өзімнің конкурентім болып есептелгендіктен, өзінің конкуренттеріне барып, менің де әлсіз тұстарым бар, мықты тұстарым бар. Бәрін ашып көрсетуге мүлдем желание жоқ деп айтуға болады. Ал сен бір бойдан кейін лигадан қазақша переводчик сұрадың. Соңғы жекпе-жекте бердің ма? Соны көрген жоқпын мен. Енді сол
сөзге келетін болсам, қазір осыны негізі нақты айтып кетсек болады. Мен сол кезде ешқандай алдын ала бір дайындалып айтылған дүние болған жоқ. Мен переводчик бар екенін ұмытып кеттім, шынымды айтсам. Алып сөйлей бердім, кішкене сөйтіп сөйлеп келе жатып арасында айтатын ойым таусылып қалып, бір 30 секунд пауза болды да. Сол кезде тоқтағаным, сол кезде переводчик сөйлей бастады. Сол кезде түсіндім, то, что переводчик бар екен. Қазір мен сөйлегенімді тікелей сол жерде аударатын. Сөйтіп өз ойымды аяқтап болғаннан кейін аудармашы аударып сөйлеп болғаннан кейін тағы да жалғастыру керек болды. Жалғастырған кезде маған ой келді, неге осы маған қазақша переводчик бермеген деген сияқты. Неге мен орысша қазір сөйлеуім керек деп осы жерде тұрып деген ой келді. Сол мезетте мен ойымды айта салдым. Маған мүмкіншілік болса қазақша переводчик беріңіздер, мен қазақпын, қазақша сөйлейін деген сияқты. Солай бүкіл Қазақстанға тарап кетті десем болады. Қазір енді маған бәрі жазып отыр. Маған тікелей жазбаса да комментарийларда жазады. Достарым айтады, неге соны қазақша айтпайсың деген сияқты. Қазір осы жерде түсіндіріп кеткім келеді. Ол маған байланысты емес. Бірінші лига әлемде өзі 3 тіл өте қатты дамыған. Біріншісі ағылшын тілі, екіншісі испан тілі, үшіншісі орыс тілі. Біздің қазақ тілі қатты дамыған тілдердің қатарына жатпайды. Сол себепті Жапонияда қазақ тілі переводчик табу мүмкін емес деп айтуға болады. Кәсіби деңгейдегі аудармашы табуға болады. Мысалы қазақ бір сол жерде жұмыс жасап, бір сол жақта бір аудармашы болу емес, басқа бір жұмыс жасап жүрген қазақты алып келіп аудармашы қылып қойып жасауға болады. Бірақ оны лига мүмкіншілік бермейді. Неге себепті? Өйткені ол кәсіби деңгейдегі аудармашы емес. Олар орыс тілінде кәсіби деңгейдегі аудармашы тапқан. Сол себепті маған таңдау берді. Немесе ағылшынша сөйле, немесе орысша сөйле. Или испанша сөйле. Солай айттым, мен айттым, енді амал жоқ. Енді бар білетім орысша болғандықтан. Енді амал жоқ, орысша сөйлеуге міндетті тиісті болып тұрмын. Өйткені қазақша переводчик мүмкіншілігі жоқ оларды переводтауға. Болашақта қазір ағылшын тілін үйреніп жатырмын жаймен. Мүмкін болашақта ағылшынша сөйлеуге тырысамын. Және сен айтқан болатынсың, егер де мен Ryzen чемпионы болсам, жапон тілін үйреніп, жапонша сөйлеймін дегенді айтқансың. Енді сол жапон тілі үйрену қалай? Енді қазір уақытта мен үйреніп жатырмын деп айта алмаймын. Бірақ ойымда бар. Себебі чемпион болғандықтан Жапонияда фан база дейді ғой. Фан база көбейеді, ұлғаяды. Ол жақта 130 миллион халық тұрады. Егер мен чемпион болсам, менің артынан шамамен 500 миллион арасында адам қарап отырса, неге жапонша сөйлеп, тікелей түсініп, көрермендер сөйлеспеске деген ой келді. Сол себепті мен ұсынысымды айттым өз ойымда. Егер мен чемпион болсам, да маған жақсы бір, егер мен чемпион болып ары қарай UFC-ға кетпесем де, осы Ryzen лигасында карьерамды аяқтайтын болсам, неге мен үйренбеске, неге жақсы контракт беріп, жақсы ұсыныс жасап, алып қалуға тырысып жатса, лига тарапынан сондай өте мықты деңгейде ұсыныстар болып жатса, неге осы Ryzen лигасында қалып, карьерамның соңына дейін төбелесіп, жекпе-жек өткізіп, тіл үйреніп, халықпен тікелей сұхбат жасамасқа деген ой. Сол себепті мен солай айттым. Бірақ жапон тілі өте ауыр, иә? Енді мен сол жақта сумодан шығып жүрген Ерсін Балтауыл деген бауырымызбен танысып араласамыз. Содан сұраған болатын, осы жапон тілін қалай үйренсе болады, қанша уақыт кетті деген сияқты. Өте қатты ауыр деп айтқан жоқ. Үйрену оңай деді. Кішкене күш қуат кетсе, уақытыңды бөлсең, тез үйреніп кетесің деді. Шамамен бір 6-1 жылдың арасында уже толық меңгермесең де, уже толыққанды сөйлесуге мүмкіндік болады. Сумоист аты Ерсін ғой, иә? Ерсін Балтауыл Жапонияда Кимбадзон деген атпен танымал. Кимбадзон деген Ерсіннің жаттықтырушысы бар екен, сумодан жапондық жаттықтырушысы бар. Сол жаттықтырушысы лақап атын қойған.
сол лақап ат қоятын кезде ойлана келе тренердің ауылы или қателеспесем или қаласы туып өскен жері, сол туып өскен жерінде Кимбадзон деген тау болған екен. Сол Ерсінге сөйтіп сол ауылындағы Кимбадзон деген таудың атын лақап ат қылып берген. Айтпақшы, бүкіл спортшыларда, сумоистерде обязательно жапон аты болу керек. Сенде сондай бір жапон ат бар ма? Енді ол сумоға тән дүние шығар. Иә. Аралас жекпе-жекте ондай нәрсе байқамадым. Мысалы, мен қазақпын, қазақ атымен шығып жүрмін. Қырғыз спортшылар бар, олар да өз атымен шығып жатыр. Бразилдық спортшылар мен алдымда Райзында 10 жекпе-жек өткізіп тастаған чемпион қазіргі. Ол да өз атымен шығады. Алдағы уақытта енді өздері бір лақап ат беріп бірдеңе болып жатса айтармыз, бірақ қазіргі уақытта ондай еш нәрсе жоқ. Айтпақшы, сенде лақап ат, никнейм деген нәрсе сенде жоқ. Неліктен? Енді менің атымның өзін әжем қойған, Қаршыға деп. Қаршыға деген бүркіт тектес жыртқыш құстардың бірі. Бүркіттен кішірек, жылдам маневренный құстардың, жыртқыш құстардың бірі. Енді маған өз басым, өзімнің атымның өзі лақап атқа басам болады. Сол себепті білмеймін де қандай лақап ат алсам болатын. Сол себепті қазір менде лақап ат жоқ ешқандай. И ойлар болған жоқ, мындай боламын деп? Жоқ, ешқандай ой болған жоқ. Жақсы. Және де тағы бір сұрақ, мысалы Жапонияға барардың алдында міндетті түрде өзімен бірге бірдеме алатын зат бар ма? Ет, мысалы, тағы да бір нәрселер бар ма? Енді Жапонияға баратын кезде мен салмақ қуу процесі болып жатады. Сол себепті мен өзіме тек керек жарақты заттарымды аламын. Салмақ қууға арналған заттар, киімдер, витаминдер деген сияқты. Басқа ешқандай дүние алмаймын, бірақ жаттықтыру үшін міндетті түрде қаз алып барады. Басында қорқамыз, таможняда өткізбей ма деп. Тренерім білмеймін қалай істеп жүрмін. Ручной кладпен алып өтіп кете береді. Айтпақшы, сол жақта тұратын қазақтармен бірге араласасыздар ма? Енді көп сол жақта тұратын қазақтарды танимын деп айта алмаймын, бірақ бір-екі адамдар танимын. Оның ішінде Ерсін бар. Тағы да Қытайдың қазақтары Жапонияда жұмыс жасайтын бір-екі кісілерді танимыз. Таныстық осы. Қателеспесем, қыркүйек айында барған сапарымызда 3-4 адаммен таныстық. Әлі күнге дейін сөйлесіп тұрамыз. Келген кезде күтіп алып, көмектерін көрсетіп жасады. Ерсін сол жақта уже Ерсін Жапонияда шатаспасам тұрып жатқаныма 9 жылдай уақыт болды деп айтты. Ол студент кезінде кеткен, студент сол жақта оқу бітірген. Оқу бітіріп, қазір сумомен айналысып, кәсіби деңгейде спортшы, сумо спортшысы. Стандартный сұрақтар бар. Оларды қойып тастайын. Тарихтағы топ-5 ММА спортшы. Тарихтағы? Иә. Федор мен үшін ғой? Иә. Мен үшін бірінші Федор Емельяненко, сосын Жозе Альдо, сосын Хабибті алсам болады. Одан кейін қазір уақыттарда айта алмаймын ары қарай мынау деп. Енді Мирка Крокопты алсам болады 4-ші. 5-ші Джон Джонс. Барлығы Джон Джонстан бастайды негізі. Мен үшін, мен аралас жекпе-жекті бірінші көріп бастаған Федор мен Мирка Крокоп. Сосын аралас жекпе-жекті түсінгенімде кезімде Жозе Альдоны көретін. Бұл өте бір ерекше спортшы болған. Айтпақшы, Жозе Альдо Конормен кездескен кезде қандай сезімде болдың? Мен Жозе Альдоға жанкүйер болғам. Өкінішке орай кішкене эмоциялық жағынан Конор давление қатты қысым көрсеткеннен кейін эмоцияға беріліп кетті деп ойлаймын. Сол бірінші ол жекпе-жектерді олай бастамайтын еді. Бірінші 10 қолдан бастап, соға әлі күнге дейін есімде. Ұмытпаймын. 13 секунд, иә. Ешкім ұмытпайды шығар. Және соңында блиц. Мен сұрақтар қоямын, сен таңдап аласың өзіңе жақыныңда. UFC-ге өту, әлде Райзин чемпионы болу? Чемпион болу. Бауырға әлде басқа нокаут? Бауырға. Карьераңдағы ең қиын қарсылас кім болды? Кайоми Мацушима деген. Райзиндегі ең мықты спортшы кім? Мықты спортшы жоқ.
бәрі бірдей. Жақсы. Және де соңғы сұрақ, спорт саған не берді? Спорт тәртіп бірінші үйреткені. Және де ештеңе қарамай мүмкін емес нәрсе жоқ екенін үйретті. Рахмет сұхбатына. Ал енді осы біздің достарымыздың 99 раунд дүкенінің печаткин ұтып алу үшін осыны бір, ол қиын сұрақ емес та и және жеңіл сұрақ емес, бірақ бүкіл бойларды қарап кету керек болады. Қанша нокаут бауырдан бар деген сұраққа жауап беру керек. Және де міндетті түрде осы каналға жазылуыңыз керек, және де қасыңызға өзіңіздің Instagram парақшасын жазыңыз, сол арқылы мен сізді табамын. Болды, менің уже тілім запутался. 2 сағат болды. Рахмет, жақсы сұхбат болды. Рахмет, шақырғанға рахмет.